Ассалаумағалейкум, мен құрметті подписчиктерім. Малинаны қайнатпау жабу тәсілі. Барлығын бір өлшеп алғаннан кейін жақсылап жуып аласыздар. Одан кейін үлкен табаға салып, бірге бір қант қосасыздар. Бұл жерде 5 келі жарым малина шыққан, бірақ мен 5 келі қант қосып, блендердің көмегімен барлығын жақсылап езіп алдым. Енді арнайы пакетиктерге немесе арнайы ыдыстарға құйсаңыздар да болады, немесе мен құсап асығыс болған кезде баклажкаларды жуып баклажкаларды құйып алсаңыздар да болады. Бір айта кететін жайт, барлығын жақсылап дұрыстап бір араластырып болғаннан кейін баклажкаларды құямыз, бірақ аузына дейін қатты толтырмаймыз, себебі мұздатқышта сақтайтын болғандықтан, яғни морозильникте ол қатып ісінеді, және қатты толтырмай құйғанның бір пайдасы еритін кезде де тез еруіне пайдасы әсер етеді. Малина осылай қайнатпай жабатын болсаңыздар, өзінің витаминін жоғалтпайды, адамның ағзасына өте зор пайдасы бар, өте пайдалы. Және де осылай мұздатқыштарға сақтап аласыздар да, қысты күні бір күн бұрын шығарып қолдана бересіздер. Өте дәмді болады достар.